Сәлем достар, бұл видео мен айтып жүрген ұбт туралы түсірген видеолардың ішінде айтып жүрген ұбт академиясы группасының басшысы дейма қалай дейді, басшысы Абылай Ахметқали және соның сабақтары туралы айтпақпын. Жалпы қатысуға бола ма, тиімді ме, мен қалай қатыстым, қалай болды нәтиже деген сұраққа жауап бермекпін. Мен Абылай ағайдың сабағына қатыспас бұрын басында менде күмән болған еді. Маған сыныптасым айтқан кезде басында сенімсіздік болды. Мүмкін бұлай болады шығар, мүмкін мен ойламағандай болады шығар, ол мүмкін алдап кететін шығар деген ойлар болды. Жалғыз мен емес, ата-анамда көбірек болған еді. Қазір солай ойлағаным үшін мен қатты күлкім келеді. Себебі Абылай ағай өте адал кісі, және сендер ол сабағына ешқандай қорқусыз қатысуларыңа болады. Мен алғашқы екі рет қатысқан курсым бұл математика жайлы болды. Өйткені бастапқы жылдары, 10 сынып оқып жүрген кездері жаңа формат туралы айтылған жоқ еді, және сол кезде математика маңызды болған еді. Мен ең басында қарапайым математикада 25 сұрақтық 1,5 сағаттың көлемінде ұшпор арқылы 11-12 ғана балл жинайтын едім. Бұл мен үшін өте төмен нәтиже болған еді. Ағайдың сабағына қатысқаннан кейін мен 1-ден 19, 20, 21 балға дейін көтерілді. Бұл мен үшін үлкен нәтиже болды. Мен бірінші сабаққа өте барынша ынтамен қатыстым. Мен арнайы дәптер арнадым. Ағайдың айтқан нәрсесінің барлығын жаздым. Үйге берілген тапсырманың барлығын орындадым. Күніне 2 рет нұсқа шығарам деген сөзімде тұрып, күн сайын кемінде 2 нұсқа шығарып, 4-5 нұсқа, тіпті бір күнде 8-9 нұсқа шығарған күндерде болды. Жалпы барлығы өзіңе ғана байланысты, қанша балға көтерілуін. Келесі екінші курсқа мен жаз айында ұмытып қалғандықтан қатысқан едім. Және сенің балың жоғарылаған сайын, сенің бал қосуың өте қиындай түседі екен. Менің оған көзім жетті. Мысалға мен 21-20 бал жинайтын кезде келіп қайтып түсіп қалдым төменірек. 17-18 бал жинайтын болдым. Сөйтіп қайтып қатысқан кезде 21-22 балға жетіп, осындай нәтижеге жетті. Ал үшінші сабағым бұл математикалық сауаттылыққа қатысқан едім. Шынымды айтайын, математикалық сауаттылыққа мен ешқандай қатысқанда ынтам болған жоқ. Тіпті мен ол кезде сабақ оқуға, ұбт-ға дайындалуға ешқандай құштарлық болған жоқ еді. Өйткені ол туралы себептерді мен алдыңғы видеоларда айтқан едім. Бұл математикалық сауаттылық 5 сабақтан тұрды, және мен бұған мамыр айында қатыстым. Яғни ұбт-ға соңғы 1 ай қалған кезде қатысқан едім. Бұл әрбір сабағы ағайдың 2 сағаттан асып кетіп өтті. Мен тіпті ағайдың кейбір 3-4 сабағына қатыспай қалған кезімде болды. Және қайталап қарайтын болдым. Қайталап қарағанда оның 1-2-ін қарап, қалған 2-2-ін қараған, 3-4, қалған 1-2-ін, алғашқы 2-ін қарап, қалған 2-ін қараған жоқ едім. Бұның барлығы тек өзіме байланысты. Жалпы айтқанда, сабаққа қатысатын болса, сен тікелей қатысқаның дұрыс, қайталап қарап алам деген сөзді, ойды жойғаның дұрыс. Өйткені сен тікелей қатыссаң, сен сұрақ қоя аласың ағайға, және сол кезде барынша ынтамен отырасың. Ағаймен бірге қосылып, жазып, оқушылармен бірге қызықты өтеді. Ал егер де қайталап қарайтын болсаң, сенің ойыңда қанша уақыт қалды екен, жылдамырақ болса екен, тездетсе екен деген ой тұрады. Сондықтан тікелей қатысқаның дұрыс. Және мен ұбт-да 15 сағат бал жинадым, және ұбт-да барлығы ағайдың үйреткендері, ағайдың үйреткен формулалары келді, ағайдың шығарып көрсеткен есептеріне ұқсайтын есептер келді. Барлығы сол математика сауаттылыққа қатысқандардың барлығы содан келді. Барлық кінә тек өзімнен ғана болды, мен кейбіреу қарамадым. Мен қарағанның өзінде сол кезде ұмытып қалатын едім. Және жазып та отқан жоқ едім. Көріп отқандарыңыздай, мен сол кезде жалқау болдым бекен, жоқ. Жалқау емес, мен қалай айтсам болады. Белгілі бір себептерге байланысты мен көп оқуға болмайтын еді, және оқуға құштарлығым болған жоқ еді. Міне осылай болды. Не айтайын? Жалпы сабақ интернет арқылы өтеді, қолында смартфон, телефон немесе
компьютер ноутбугың болса, сол арқылы қарап отырасың, сен ешқайыққа барудың қажеті жоқ. Енді кезекте ағай сабағын 4 бөлімге бөліп қарастырған екен. Сендер ұбт академиясы группасына кіріп қарай аласың ол туралы мәліметтерді. Барлық мәліметтер ұбт академиясы группасына жазылып тұр. Тек жалықпай іздеп, жалықпай оқысаң ғана сен таба аласың. Және керексіз сұрақтарды қоюдың қажеті жоқ сияқты. Ағай қашан бастаймыз? Ағай бағасы қанша? Олар ондай сұрақтың қажеті жоқ. Өйткені барлығы жазылып тұр. Ағай бұл жолы өзінің курсын өзгерткен екен. Мен қатысқан кезде математика сабағы, математика курсы 11.900 бет, 11.900 әлде 10.900 бет. Сол аралықта болған еді. Қазір ағай оның бағасын тиімдірек қылып 9.900 қылған екен. Және сабағы тамыз айында басталатын сияқты ағайдың. Оның барлығын оқып қарап көруілерге болады. Қазір жаз айында көп оқушы қатыспайды, себебі барлығы тынығады, демалады, қыдырып жүреді. Және 4 бөлімге қарастырған. Біріншісі бұл ұбт-ға дайындалудың толық жүйесі туралы болмақ. Ол кезде бізде болған жоқ ондай нәрсе. Және мен оған қатысқан жоқпын. Бірақ пайдасы бар деп білемін. Өйткені мен қалған сабақтарға қатыссақ, сен біліп отырасың, ағайдың сабағының нәтиже беретіні зор. Одан кейінгісі нейроматематикалық сауаттылық, кәдімгі математика сауаттылық туралы 5 сабақтан тұрады екен. Одан кейінгі 2 сабағы нейроматематика деп аталады. Біреу алгебра, біреу геометрия. Бұл оқушылардың таңдау пәніне байланысты ғана бөлінеді. Жалпы ағайдың сабағына қатысқан өте тиімді деп айтар едім. Мен қазір оқу бітірдім, мен енді қатыса алмаймын, өйткені маған оның қажеті жоқ. Егер сен 10 оқитын болсаң, міндетті түрде қатысқан дұрыс, 11 оқысаң да қатысқаның дұрыс. 10 оқып, мен логарифмді, интегралдарды, өтпеген нәрселерімді біліп алдым. Және нәтижесі өте жоғары болды. Және барлық нәрсе жалғыз ағайдан ғана емес, жалғыз сенен де болады. Өйткені сенің қалай қатысуың, сенің қалай жоспарлауың, сенің қалай ынталануың, барлығы жалғыз өзіңе ғана байланысты болады. Ағай саған үйретсе, сен біліп алуың, оқып алуың өзіңе байланысты. Және қазір ағай егер 3 рет курсқа қатыспаса, сабақтан қуылады деген жақсы нәрселер қойылған екен. Үй тапсырмаларды жіберіп отырасың, сондай жақсы тиімді нәрселер қойылған. Өте тиімді деп айта аламын. Және барлықтарыңа қандай математикаң егер нашар болса, математикалық сауаттылық логикадан дұрыс шығара алмайтын болсаң, мен саған міндетті түрде қатыс демекпін. Өте нәтиже береді, міндетті түрде береді. Әрине сен жалқауланбай күшті оқитын болсаң, күшті қатысып, дәптер арнап қатысатын болсаң, сенің нәтижең жоғары болады. Ал егерде менің соңғы 3-ші курсқа қатысқанымда ешқандай назар аудармай, қайталап қарай беріп, сабағына, курсына қатыспай ағайдың сөйтіп жүретін болсаң, әрине нәтиже сен ойлағандай болмайды. Сондықтан міндетті түрде қатыс демекпін. Және ағай саған барлығын жақсы үйретеді, барлық есептерді күшті шығарып көрсетеді. Және тағы да айтамын, қатысқаның дұрыс. Сау бол.